Баршаңызға сәлем. Сіздермен дәмді әрі сочный тауық қанаттарының рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауық қанаттарын видеодағыдай бөліп аламыз. Ең шеткі жағын кесіп тастаймыз. Одан кейін тұз, бұрыш, соевый соус, паприка, майонез, кептірілген чеснок қосып араластырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Ыдысымызға тауықтарымызды рет-ретімен орналастырамыз. Қызып тұрған духовкамызға тауығымызды салып, 200 градуста 40 минут пісіреміз. Тауық қанаттары дайын болды. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер, ас болсын.